Бөлшектерді салыстыру туралы видеода біз тек бөлімдері бірдей бөлшектерді қарастырдық. Одан шығатын қорытынды, егер бөлшектердің бөлімдері тең болатын болса, қайсының алымы артық болса, сол бөлшек артық болады. Ал егер бізге бөлімдері әртүрлі бөлшектер берілсе ше, оларды да дөңгелекке сызып салыстырып көруге болады әрине. Алайда сандар үлкен болып кетсе, мысалы қолмен дөңгелекті 105 бөлікке бөліп отыру тым көп уақыт алады. Сонымен қатар оны сызып болғаннан кейін де, егер дәл деп сызылмаған болса, қай бөлшектің артық екенін айту қиынға түсуі мүмкін. Мысалды экраннан көре аламыз. Сол себепті салыстыра алу үшін бізге бөлшектерді тең бөлімге келтіру қажеттілігі туады. Оны біз бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру деп атаймыз. Ортақ бөлім дегеніміз екі бөлшектің де бөлімдеріне қалдықсыз бөлінетін сан. Оны табу үшін екі бөлшектің бөлімдерін бір-біріне көбейте салсақ болады. Мысалы, 6-дан 1 және 4-тен 3 бөлшектерінің ортақ бөлімі ретінде 6 мен 4-тің көбейтіндісі 24 алсақ болады. Алайда, қайтадан бізге үлкен сандар берілсе, олардың көбейтіндісі одан да үлкен сан болып, есептеуді қиындатады. Сол себепті біз барлық мүмкін болатын, яғни екі бөлшектің де бөліміне бөлінетін сандардың ішінен ең кішісін табуға тырысамыз. Ол үшін бөлімдегі сандардың ең кіші ортақ еселігін табамыз. 6 мен 4-тің ең кіші ортақ еселігі 12. Ендігі біздің мақсатымыз берілген бөлшектерді бөлімі 12 болатындай етіп түрлендіріп жазу. 6-дан 1-ден бастайық. Оны бөлімі 12-ге ауыстырайық. Бөлімін 6-дан 12-ге ауыстыру үшін біз оны 2-ге көбейтуіміз қажет. Ал бөлшектің мәні өзгермеген күйде қалу үшін біз бөлшектің алымын да тура сол санға, яғни 2-ге көбейтуіміз керек. Сонда алымы енді 1 көбейтілген 2, яғни 2-ге тең. 6-дан 1 мен 12-ден 2 бөлшектері тең. Біз оны тең бөлшектер видеосынан білеміз. Дәл осы әдіспен 4-тен 3-ті түрлендірейік. Бөлімі 12 болу үшін алымында бөлімінде 3-ке көбейтеміз. Шыққан бөлшегіміз 12-ден 9. Енді 12-ден 2 мен 12-ден 9-ды салыстырып, 12-ден 9-дың, яғни 4-тен 3-тің 6-дан 1-ден артық екендігін көреміз. Видео ұнаған болса, достарыңмен бөлісіп, каналға жазыл.